Бүгін сіздермен тауықтың төс етінен жасалатын дәмді котлеттер жасайтын боламыз. Дәмі енді керемет. Тауықтың жарты төс еті, қайнатылған картоп, пияз. Бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз бен бұрыш. 2 ас қасық ұн. Массамыз дайын. Менде кәдімгі сумай. Майды қатты қыздырмаймыз. Отымыз орташа болу керек. Қасықтың көмегімен алды-артын 3 минуттан қуырамыз. Май қатты қызып тұратын болса, сырты ғана пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сол үшін орта отта пісіреміз. Міне дайын болды. Қалауларыңыз бойынша кетчуп, майонез, әлбетте жаңағы осы салат жапырағымен жеңіздер, өте дәмді болады. Ас болсын.